Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге шайға өте жылдам дайындалатын, көп уақытыңыз алмайтын, 10 минутта дайын болатын жүп-жұмсақ үгітілмелі печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Қаймақ саламыз. Жұмыртқамызды, осы печеньеге қажетті заттардың құрамын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Енді үстіне ұн салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның үстіне қамыр қопсытқышты салдым. Ұндарыңызды електен өткізіп салсаңыздар өте жақсы болады. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді қамырымызды ортасынан теңдей бөліп аламыз. Бір бөлігін алып қоямыз. Екінші бөлігіне үстіне какао қосып, қайта тағы да илеп аламыз. Какао қосып, қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді қамырларымызды 10 минутқа холодильникке қойып аламыз. 10 минуттан кейін алып, печеньелерімізді формаға келтіріп пісіріп аламыз. 10 минут өткен соң қамырларымызды алып пісіретін боламыз. Яғни әртүрлі формада жасауларыңызға болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Осылай сопақша қамыр жасап аламыз. Шамалап 30 грамдай қамыр алып, осындай қолымыздың көмегімен домалақ қылып аламыз. Барлығын осындай бірдей формаға келтіріп аламыз. Қамырларымызды осылай домалақ формаға келтіріп алдық. Енді табамызға саламыз. Жайғастырып шығамыз. Араларын кішкене алшақтау қылып саламыз. Себебі піскен уақытта кішкене көтеріледі. Формамызға орналастырып алдық. Енді қантымызға бір батырып аламыз. Осылай барлығын. Қантымызға батырып алдық. Енді бетін осындай стаканның көмегімен әсемдеп шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасап шығасыздар. Осылай печеньелеріміздің бетін әсемдеп шықтық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын болып шықты. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Дүкендегі печеньеден қарағанда әлде қайда дәмді, табиғи. Балаларыңызға жасап беріңіздер сіздер де. Өте оңай, үйде қолда бар заттардан жасалынады. Мінекей арасы өте әдемі болып шыққан. Көп уақытыңызды алмайды, жылдам дайын болатын печеньелер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Жандағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады. Қолжетімді, үйде бар заттардан жасалынатын.